Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздерге энергетик сусындардың қандай зияны мен пайдасы бар екені туралы айтатын болам. Ыстық күндерге шыдамай салқын сусын ішудің орнына көптеген адамдар энергетик сусынды ішуді жөн көреді. Бойға күш-қуат беріп, энергияны арттырады дегенге сенесіз бе? Осы жөнінде білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, өз пікіріңізді қалдырып, арнадан алыстамау үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Соңғы кезде көпшілік адам шаршағанда немесе өздерін баяу сезінгенде энергетикалық сусындар ішеді. Оны тіпті күнде ішетіндер де бар. Алайда дәрігерлер мұндай сусындардың ағзаға зиян екенін айтады. Мұндай сусындар адамды сергітуге және оның физикалық немесе ақыл-ой қабілетін арттыруға арналған. Алайда одан келетін күш уақытша, сондай-ақ ол жүйке жүйесін шамадан тыс қоздырады. Оған қоса энергетикалық сусындардың құрамында пайдалы заттар өте аз. Оның құрамындағы кофеин мөлшері жүрекпен байланысты қауіпті проблемаларға әкелуі мүмкін. Ал оның көмірқышқыл газы және қантпен үйлесімі асқазан мен бауырға өте зиян. Энергетикалық сусынды күнде ішу қысымның көтерілуі, бас ауруы, жүрек ырғағының өзгеруі және асқазан ішек жолы проблемаларына әкелуі мүмкін. Ол сондай-ақ жүйке жүйесін жағымсыз әсер етуі, мысалы ашуланшақ болып кетуіңіз немесе ұйқысыздық мазалауы да мүмкін. Сондай-ақ энергетикалық сусындарды ішу мынандай проблемаларға да әкеледі. Тіс жағдайы нашарлау, ағзаны сусыздандыру, бүйрек жұмысының бұзылуы, асқазан қышқылдығын арттырады, жүрек айнып іш өтуі мүмкін, бас ауырады, паникалық шабуыл және агрессия болуы да мүмкін. Сондай-ақ көп мөлшерде қанттың болуы. Өндірушілер оны аямайды. Әр жарты литрлік ыдыста 50 граммнан астам глюкоза мен сахароза бар. Көмірсулардың мұндай дозасын ағзаның қатты физикалық сарқылуы жағдайында ғана қолдануға болады. Нашақорлық және денеге жүктеме бұл кофеин шын мәнінде нағыз есірткі болып табылады. Энергетикалық сусындарды күнделікті тұтынумен кофеинге тәуелділікті қалыптастырады. Егер сіз кофе ішуді кенеттен тоқтатсаңыз, тоқтату синдромы пайда болады. Бас ауырып, жүрек айнып және тағы басқа белгілері болады. Сонымен қатар кофеин қан қысымын жоғарылатып, ер адамның жүрек қан тамырлары жоғарылатып және егер адамның жүрек қан тамырлары ауруларына бейімділігі болса, онда бұл зат жағдайды нашарлатып жібереді. Артық дозалану энергетиктерді кез келген жастағы адамға сатудың ең қауіпті салдары болып табылады. Ешкім жасөспірімге қамқор ата-аналардан басқа түнде 2-3 сұйық энергетик сатып алуға тыйым салмайды. Бірақ тіпті ересек адамның денесі кейде ынталандырушы химияның мұндай асқын дозасында жеңе алмайды. Мотоцикл жүргізушісі Мэттью Пенбростың жүрегі жарыс кезінде бірнеше ыдыс энергетик ішкеннен кейін тоқтап қалған. Ол аман қалды, бірақ қазір оны сау деп атауға болмайды. Энергетикалық сусындарды қолдау стандарттары ересектер мен дені сау адамдар үшін жасалған, бірақ олар жас өсіп келе жатқан ағзаға қарсы. Бұлар туралы тіпті энергетик қаптамасында 18 жасқа дейінгі адамдарға ұсынылмайды деген жазу бар. Бірақ оны кім оқып жатыр? Көп жағдайда энергетик сусынның сыртындағы жазуын оқи бермейді. Өз денсаулығына немқұрайлықпен қарауға жатады. Исламда ағзаға зиян келтіретін барлық нәрсеге тыйым салынады. Алла тағала өздеріңізді өлімге тастамаңыздар. Әл-Бақара сүресінің 195 аятында жазылған.
Кейбір медициналық зерттеулерге сәйкес энергетиктерді жиі тұтыну денсаулыққа қауіп төндіреді. Осылайша энергетикалық сусындарды тұтынуға тыйым салудың канондық негіздері болмаса да, ішімдіктің мөлшері зиян тигізбеу үшін абай болу керек. Әйтпесе бұл жаманға және күнәға келеді. Энергетикалық сусындардың тамаша баламасы ұйқы және демалу, жаттығулар жасау. Егер демалу мүмкіндік болмаса, мысалы көлік жүргізу кезінде 20-30 минуттық ұйқы үзілісі сергектік пен өнімділікті қалпына келтіру үшін жеткілікті болады. Энергетик сусындар метаболизмді жеделдету, Б дәрумендері, ниацин, пантотен қышқылы, В6 және В12 дәрумендері адам ағзасының энергия қорын, яғни ақуыздардың, майлардың және көмірсулардың ыдырауын тездетеді. Сұйық энергетиктерден алынған L-карнитин мен таурин де метаболизмді, яғни зат алмасуды жылдамдатады. Таурин төзімділікті арттыруға жауап береді. Оны алғаш рет бұқаның өт сағындысынан алынған. Сонымен қоса, құрамында энергияның жиналуын ынталандыратын психоактивті алкалоид кофеин бар. Ендеше, өзіңіз саралап ойланып көріңіз. Денсаулығыңызға көптеген зиян келтіретін энергетикалық сусынды ішкен жөн ба? Сізге пайдалы ма осы? Өз денсаулығыңыз маңызды болса, энергетикалық сусындарды ішкенді тоқтатқан жөн. Өзіңізге пайдалы, табиғи, таза суға жетпейді. Және спортпен айналысу өте маңызды. Сондықтан менің құрметті оқырмандарым, өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Энергетик сусындарға әуес болмаңыздар. Өз денсаулығыңыз тек сізге ғана қажет. Бүгінгі айтылған ақпараттар көңіліңізден шыққан болса, арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.